Ассалаумағалейкум, қайырлы таң болсын, жұма қабыл болсын. Осындай қасиетті күнде өмірге тағы да бір қызым келді. Иә, оның аты Азия. Ажар қызыма тағы да бір сестренка. Ал сіздерге сүйінші деп қуанып шығып тұрған жайым бар. Қатты қуаныштым, төрт дүркін әке болдым. Барлықтарыңыздан жақсы болсын. Аман болыңыздар. Келес по келес математик білмеймін. Можете показать, как вы платить так красиво делаете дейді. Я бұйырса жақтыртпағандар үшін келес маусымға барыңызшы дейді. Андай ғой, мені қолдайтындар да, жақсы көретіндер де, ұнатпайтындар да, хейт ететіндер де бар, в общем. Мысалы, көп адам нейтрально қарайды. Мен мысалы еркек қыз не қылады екен деп ше өтіп кетеді, комментарий и жақтамайды да, и хорошо деп өтіп кетеді, но қолдап лайк басып жүреді. Ал біреулер болады, кәдімгідей прям жек көріп комментарий жазып обязательно өтіп нететін. Ана арайше сол алдын жұмысын үміткер болып келе ма дейді. Қатысушы болып келе ма десеңізші. Мүмкін, бәрі мүмкін. Кім идеячкамен отырады дейді. Бұл сән үшін. Мен сән үшін істеймін, көп нәрсені сән үшін тағамын. Ойбай, сіз екенсіз ғой, Даня, кімді қоям? Кім жазып отыр деп, Ақталқын қайықта бірге тұрастар ма дейді. Ақталқын өзінің үйінде Демек деген өтті дейді. Кім ол Демек деген? Демек па? Асылжанмен жүріп жүрсіз ау, түсімде көрдім деп па? Жоқ. Қытайға баратын жігітің қайда дейді. Қытайға баратын жігітім жоқ. Қытайға баратын досым бар. Сенен басқаларында ажырасында қайтейін, сен ұқтеймен ахи боп жүрек көмір пахи. Қандай айфон дейді. Ұйықтасайшы қалқам дейді. Қалқаңыз қарны ашып отыр, қаз тамақ келеді, соны күтіп отырмын, соны жеп сосын ұйықтаймын. Домик деп пост салдыңыз ғой дейді. Демек деп көріп отырмын ғой, соны айтып отырау дейді. Домик ба? Домик. Махи жаза алмайсыңдар, домик. Алейкум ассалам рахматуллахи баракатух. Мен қортпай қалыпты ғой дейді. Сол сәлсіне болып қалған. Мен басқа нәрсе домик хит болып. Мен жандай жаңа біраз нәрсе жазым ғой. Өзіме есеп беріп, шүкіршілік бірдеңелер жазым, пландарым жазым. Содан мен мүлде басқа нәрсе, басқа әлемге кетіп қаламын. Әдемі істейді, рахмет, кітап оқисыз ба дейді.